Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қуырдақты дайындайтын боламыз. Мен бүгін жылқының етінен дайындайтын боламын. Алдын ала жылқының іш майын табада қуырып аламыз, майы шыққанша. Кейін етімізді осылай ірі етіп турап аламыз. Өзіңіз қалаған өлшемде турасаңыз болады. Негізі ірі етіп турасаңыз қуырдақ әдемі көрінетін болады. Майымыз қуырылғаннан кейін үстіне 1-2 жуамызды салып, 1 минуттай ғана қуыратын боламыз. Туралған етімізді қуырылған майымызбен жуамыздың үстіне салып, жақсылап 1-2 болғанша араластыратын боламыз. Ең дәмді болып шығатын фишкасы жылқының өзінің іш майына қуырылу керек. Басқа май және су қоспайтын боламыз. Жақсылап араластырып, кейін үстіне 1 ас қасық тұз және бұрышымызды саламыз. Кейін жылқының жүрегін салдым. Енді осыларды жақсылап біркелкі араластырып, қазанымыздың бетін жауып 1,5 сағат жай отта пісіретін боламыз. Bir сағаттай уақыт өтті, еттің өзінің соғы шығады, майлы соғы шығатын болады. Ешқандай су құймайсыздар. Осы өзінің соғына жай отта пісуі тиіс. Арасында осылай 1-2 рет араластырып қойсаңыз болады. Бұл жерде қуырдақтың ең дәмді болып шығатын фишкасы жылқының өзінің іш майына және еттің өзінің соғына пісуі тиіс. Басқа су және май құймайтын боламыз. Мен ыдысым тар болғандықтан кейін осындай қазанға ауыстырып алдым. Қуырдағымызды қазанға салып, үстіне қалаған өлшемде картоплымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы да жарты сағат пісіретін боламыз. Сонымен біздің 1,5 сағат етіміз, картоплымызды салғаннан кейін тағы жарты сағат пісіретін боламыз. Осымен біздің қуырдағымыз дайын болды. Қараңыздаршы, майлы сорпасы өзімен бірге. Дастарханға ұсынар кезде сорпасымен бірге ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Бетін жуамен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыз болады. Қазақтың ең дәмді ұлттық тағамдарының бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге ас болсын. Пайдалы рецепт болған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.